16-17 ғасырларда қазақ халқының арасында тақырыбы мен жанры жағынан алуан түрлі ауыз әдебиеті кең өріс алды. Олар жырлар, аңыздар, ертегілер, лиро-эпикалық дастандар, күйлер және термелер. Жыр толғауды шығарушыны жырау, ал орындаушыны жыршы деп атайды. Сол кездегі қазақ поэзиясының асы әрі тұлғалары Доспамбет, Жиембет, Қазтуған жыраулар болды. Доспамбет жырау өз толғауларында батырлық пен қаһармандықты дәріптесе, Жиембет жырау еңсегей бойлы ер есім эпостық жырының авторы ғана емес, қол бастаған батыр да болды. Мұнымен қатар, қазақ халқында авторы белгісіз, ауыздан ауызға тараған батырлар жырлары да болды. Батырлар жыры эпосқа тән аңыз сияқтанғанымен, олардың бәрі дерлік тарихи оқиғаларға құрылған. Мәселен, Қобланды, Алпамыс, Ертарғын, Қамбар дастандары тарихи шындықпен қабысып жатқан шығармалар. Қазақтың бай ауыз әдебиетінде лиро-эпикалық дастандар да жырланып, қоғам бейнесін үлкен шеберлікпен көрсетті. Қозы көрпеш Баян сұлу, Қыз жібек дастандары халыққа кеңінен танымал болды. Бұл кезде қазақ тіліндегі жазба әдебиет, діни және аңыздық мазмұндағы кітаптар түрінде таралды. Сондай-ақ елдің тарихи оқиғалары мен рулар тарихынан шежіре жасалды. Олардың ішінен Захир-ад-Дин Бабырдың Бабыр намасын, Камал-ад-Дин Бинайдың Шайбани намесін, Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашидин, Қадырғалидың Жамиат Тауарихын және басқа да шығармаларды арнайы бөліп көрсетуге болады. Қазақтың рухани мәдениетінің дамуында аңыз ертегілердің де орны ерекше болды. Алаша хан, Жошы хан аңыздары қазақ хандары әулетінің арғы атасы ретінде көрсетілді. Қазақтың ерекше мәдениетінің бірі күй өнері. Күй музыкалық аспапта орындалатын музыкалық шығарма, ал орындаушыны күйші деп атаған. Жошы ханның жортуы, Шора батыр, Қамбар күйі, Қазтуғанның сағыныш күйлері осы заманның асқақ туындылары болды. Сонымен, 16-17 ғасырларда қазақ қоғамында мәдениеттің дамуында елеулі ілгерілеушілік орын алды. Оның басты себебі қазақ халқының бір тұтас мемлекетке бірігуімен байланысты еді.